Саламатсыздар ма? Бүгін сіздермен ірімшік жасайтын боламыз. Менің сүтім 2 литр шамасында. Газге қойып қайнағанын күтеміз. Сүтіміз қайнады. Енді оның үстіне 350 мл қатықты шетінен ортасына қарай қиып шығамыз. Осылай сары суы шыққанша күтеміз. Ірімшігіміз қайнап жатыр. Енді баяу отта 1 сағаттай қайнатамыз. Сары суы бөлініп шыққанға дейін. Кастрөлден асты жасып жатыр екен. Сосын мен осылай шуын қазанға ауыстырып, осы сары суы тартылғанша үстіне жарты кеседей қант салып қайнататын боламыз. Осылай қызарып, суы тартылды. 1,5 столовый ложка не қостым, қант қостым да. Осылай келесі бетін аударып, тағы да шамалы отқа қойып аласыздар. Жай отқа. Мінекей қыздар, 1 сағаттан кейін менің ірімшігім осындай болды. Астарыңыз дәмді болсын. Шаймен ішкенге өте күшті. Жасап көріңіздер.